Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бісміллә деп видеоны бастап жатырық. Мен Ершат Мырзамын, Түркістан қаласында тұрамын. 2015-тен бері вицеральный массажмен айналысамын. Алгулов десеңіз, Александр Тимофеевич десеңіз, ютубта көп. Мен соның ученик есептенемін. Мен альтернативный медицина, вицеральный массаждың маманымын. Бізді 2015 Алгулов оқыған кезде бізге әр аурудың себебін үйреткен. Біздің медицина құлақ болса құлаққа қарайды, тамақ болса тамаққа қарайды, көз болса көзге қарайды. Бүйрек болса бүйрекке қарауға әрекет қылады, бауыр болса бауырға қарауға әрекет қылады. Бізге әр аурудың себебін үйреткен. Қалай түсіндірсем болады? Бізге емге келген кезде бүкіл орган емделеді. Біз адамды бөлмейміз. Құлақтың проблемасы, тамақтың проблемасы, көздің проблемасы, бүйректің, бауырдың, или болмаса бір диагнозбен қарамаймыз. Біз бүкіл органға қараймыз. Біз көп үйреніп қалғанбыз, диагноз қоймаса қалай ем деп. И біз бір диагнозға бағынамыз, например. Көп жерде біздің медицина қазір ең көп распространенный бір диагнозың бұл хеликобактерия дейді. Бұл хеликобактерия сіздің асқазаныңыздың данный момент болып тұрған состояниесі есептеледі. Бізді соның диагноз деп ойлайды. Ол диагноз емес. Ол сіздің данный момент асқазаныңыз болып тұрған состояниесі. Ол 5-10 минуттен өзгеруі мүмкін. Сіздің 12 ішекті ашатын болсаңыз, асқазаныңызда хеликобактерия уже кишечникке кететін болса, ол өзгереді уже. Бір-екі күннен кейін барып қайтадан түсетін болсаңыз, хеликобактерия шықпауы мүмкін даже анализдеріңізде. Сол сияқты просто жалпақша айтқанда бізде көп адамда сіздің өтіңіз, сіздің қаныңыз қойылған дейді. Мысалы қаның қойылған дейді. Қаның қойылған деген не деген сөз ол? Сол бұл сіздің бүйрегіңіз жақсы жұмыс істемей тұр деген сөз. Қаның қойылған деп бізге диагноз қойса, біз не істейміз? Қанды сұйыту үшін дәрілер іше бастаймыз, уколдар жасай бастаймыз. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Ол болыватқан проблема бүйректе болып жатыр. Бүйректі жақсылап жұмыс істетсек, қандың проблема шешіледі. Сол сияқты вирус, гепатит А, Б, С, Д, Е, Q, сол сияқты бруцеллез, ревматизм деген диагноздар. Олар сіздің бауырдың проблемасын көрсетіп жатыр. Если біз бауырдың проблемасын орнына келтіретін болсақ, любой гепатит, любой вирус кете бастайды. Потому что біздің вирусты тазалайтын бауыр болады. Біздің бауыр жұмысқа істеді ме, гепатиттің проблемасы шешіле бастайды. Түсінікті ғой, біз сіздер ойламаңыздар, если мен өтімді алып тастады, мен өтім проблема шешілді. Біз сондай деп ойлаймыз. Біздің өтімізде тас болса, біздің өтімізді алып тастаса, біздің проблема шешілді деп ойлаймыз. Жоқ, одан сіздің проблема шешілмейді. Сіздің өтіңізді алып тастаса, сіздің проблема сол кезде басталады. Пока сіздің өтіңізде тас тұр, ол проблема емес. Ол тасты кеткізуге болады, оның жолдары бар, оны шығарып тастауға болады. Или болмаса 40 жасарсыз, 50 жасарсыз, бәрін зерттейтін болса 40 жасар, 50 жасар, 70 жасарлардың әрқайсында бір 50-60%-ында өтінде тас бар. Просто оларда тас бар екенді білмеген үшін олар спокойно жүр. Біздің өтімізде тасы бар екенді медицина докторлар біліп қоятын болса, пока өтті алдырмақшы қоймайды. Біз соны білейік. Біздің ішкі мемлекет болса, өт оның президенті. Президент аптысы не болады? Бәр жақ хаос болады, бардак болады, органдарда проблема салады. Сіздің өтіңізде приступ беріп атқан бұл өттің проблемасы емес, соны біліңіздер сіздер. Сізде приступ беріп атқан бұл өттің проблемасы емес. Бұл сізде приступ беріп атқан бұл сіздің өттің қойылғанның проблемасы. Если өтті сұйылтатын болсақ, ол проблема шешеді. Или болмаса өттің протоктары жоқтыр. Сол өттің протоктарын ашатын болсақ,
ол проблема кетеді иншалла. Сол сияқты сіз ойламаңыз, сіздің аппендицитіңізді алып тастаса, сіздің проблемаңыз шешілді деп. Сіздің аппендицит болып жатқан 90% бұл сіздің 12 қалын ішектегі аппендицитті паразит орап жатып алады. Орап жатып алған кейін аппендицит ісе бастайды екен. Аппендицит ісе бастаған кейін бізде аппендицит оны алып тастайды екен. Если сіз бір керет өт жағыңызда, то есть аппендицит жағыңызда приступты сезе бастасаңыз, сразу құрттың дәрісін ішіп жіберетін болсаңыз, 2-3 күннен соң мынау приступ беру тоқтайды екен. Именно власоглав деген құрт кететін болса, мына хирургтер көріп жатқан болса, сіз операция жасадыңыз ба аппендицитпен, сразу соны алып аппендицитті жумай апарып микроскопқа қойсаңыз, мына власоглав паразитті көресіз екен. Ол жоқ, ине жіп сияқты болады екен, нені орап жатып алады екен аппендицитті, соның аппендицит ісе бастайды екен. Ол просто отек болады екен. Бізде аппендицит не болды десе, любой медиктен сұрасаң, айтады, ол мусор жинайтын жер деп ойлайды ол. Жоқ, аппендицит біздің мусор жинайтын жер емес. Аппендицит біздің қалын ішектің ритм сақтайтын жер екен. Қалын ішекте ритм болмаса не болады? Бәр жақ бардак болады. Бәр жақ бардак болады. Қазір онкология болып отқандардың бәріне сұраңызшы. Аппендицит бар ма десең, жоқ деп айтады. Бәрі аппендицит жоқ деп айтады. 90% онкология болып отқандарға аппендицит жоқ қазір. Ол статистиканы бізде жүргізбейді, или болмаса өте жоқ. Сол сияқты сіз ойламаңыз, менің тісімді алып тастады, или тісімді боломды қойды, менің тісім проблема шешілді деп. Жоқ, сіздің тісіңізді құрттап атқанға, сіздің тісіңіз ауырып атқанға, ол проблемасы, ол тістен болмайды. Бір зубной келіп тұр, зубнойға айтам, тіс не үшін құрттайды десем, кариес дейді. Кариес не үшін болады десем, мен білмеймін дейді. Вот сен медицинаң бітті дедім. Екінші зубной келіп тұр, тіс не үшін құрттайды десем, 1000 фактура бар дейді. 1000 фактура бар дейді. На самом деле адамның тісі құрттау себебі басқа жақта жатады. 4 жасар, 5 жасар балдарына келеді, 6 жасар балдар келеді, тісі бәрі құрттап кеткен. Конфет жемейді, тәтті жемейді, шоколад жемейді, бірақ тісі бәрі құрттап кеткен. Не үшін? Не үшін деп ойлайсыздар? Мына мойнымызда 2 мышца, мына мышца, ол бүйрекке қарайды екен. Біздің бүйректе проблема болған кезде, мына мышца қысылады екен. Мына мышца қысылған кейін, тіске, қанға, тіске, көзге, құлаққа, шашқа кететін, мұрынға кететін жолдар жоқ қалды. Десіңізде қан кемесе, тісіңіз құрттай бастайды. Ол соның проблемасын көрсете бастайды. Біз айналып келеміз, оны тістен көре береміз. Сіз ойламаңыз, сіздің тісіңізге бұлам болып қойса, сіздің проблема шешілді деп. Осы сіздің тісіңіз құрттап атқан, сіздің бір органдың именно диагностика сияқты келеді. Сөйтсем 5 жасар, 6 жасар балдарда қақтан келіп түсім бүйректе проблема деп айтады. Не үшін тісі құрттап кетеді дейді олар. Мына қазір погода 25 градус, нарда 20 градус болса, менің бүйрегім жұмысқа түсіп 36-да 5 қылып тұр. Мен қазір температурам 36-да 5 или 35-да 6 градус болып тұрады менің. Температурам қазір 35-да 6 градус болып тұрады. Температурам. Оны жасап тұрған бүйрек болады. Суықты ағып кетті ма бала? Или түнде ашық қалып кетті. Түнімен бүйрек қиналып жұмыс істей бастайды. И нагрузка түсіп қалады бүйрекке. Или аяқ суықты өтті ма? Аяқ суық болып, аяқтан суық өтіп жүрді ма? Ол бүйрек көбірек жұмысқа түсіп, сол аяқты жылыту керек. Сол кезде бүйрек қиналып қалады. Содан келеді проблемалар, бүйректе проблема. Ашық қалғандықтан, папагода киінбегендіктен. Сіз ойламаңыз, мен балама, мен ыстық деп үстін шешіп жүріп далаға шығып кетсе, мен балам ыстығы көп деп. Жоқ, ол ыстығы көп болып жатқан себебі бар. Оның бүйрегінде проблема бар. Или көп жауrai береді, ол да бүйректің проблемасы. Біздің медицина қатты адасқан. Потому что ол болған жеріне қарай береді. Болған проблема қарай береді.
Көзің болса көзге қарайды, құлақ болса құлаққа қарайды, тамақ болса тамаққа қарайды. Даже Америкада қазір бір 10 көздің врачы ол көзге кірамайды екен бір жерлерінде. Өткенде сондай деп бір докторға айтсам, ол дұрыс дейді. Бізде де сондай дейді, болу керек дейді. Мен ол докторға айттым, сен ақымақсың ба дедім. Если адам көзі постоянно туман болса, адам күнге қараймаса или лампочкаға қараймаса былай, ол адам өтіп қойылғанды білдіреді. Или адам тез былай көзін жұма берсе, ол сіздің бүйрегіңіз, почкаңыз, то есть көзіңіз қурап жатыр, ол бүйректің проблемасы. Ол кезде сен көзге қарасаң, көз соқыр қыласың дедім. Тем более екі көзге екі не қарайтын болса, доктор қарайтын болса. Не үшін болып отыр, соған қарау керек деп ойлады. Біз басымыз ауырып тұрса, барып докторға барса, басымызға дәрі берсе, дәрі істесек, басымыз қойып кетсе, мәз болып кете береміз, ол дұрыс емес. Мен басым ауырып жатыр ма, ол басқа жақтың сигналы. Мен құлағым ауырып жатыр ма, ол басқа жақтың сигналы. Мен құлағым ағып жатыр ма, барып докторға бардым, құлағым аққанды қойдырды ма, құлаққа дәрі сеуіп илеу, ол проблема шешілген жоқ. Ол құлақтың ағу себебі бар. Не үшін біздің медицина обычно ангина проблема шеше алмайды? Білесіздер ме? Ангина десең, не десең, воспаление медаль, тамақ суықтап жатыр. Дұрыс, тамақ суықтап жатыр. Не үшін суықтап жатыр десең, суық су ішкенден дейді. Бәрі де суық су ішіп жатыр ғой. Олар ангина болып жатқан жоқ, сіздің балаңыз ангина болып жатыр, болмаса сіз ангина болып жатсыз. Не үшін? Ангина, оказывается, көрсеткіші көп ангина бола берсе, бұл половой органның проблемасы. Мужской или женский жақ. Когда мужской жақ или женский жақта проблема болған кезде, мынарда тамақта қаланың нашарласады екен. Как ангина проблема шешіп адам қолынан мұз өзі, адам қайтtan ангина болады. А как мына еркек жақтың проблема шешіп адам қолынан мұз өзі, адам ангина болмайды. Сол сияқты танзелит. Адамның аузы ойып кете береді. Бармаған докторым жоқ деп бір жігіт келіп тұр. 6 жылдан бері бармаған жоқ. Аузым ойып кете береді дейді. Ташкентке де барып келдім дейді. Небір профессорлар көрдім, ешкім проблема шеше алмай жүр. Аузым ойып кете береді, даже нан жей алмаймын қазір дейді. 3 жыл болды нан жей алмаймын дейді. Сен еркек жағында мұрсы половой органда проблема отыр. Мен половой органда проблемам жоқ дейді. Мен келіншегім бар дейді. Мен 4 бала шағам бар дейді. Мен келіншегіммен қарым қатынас нормальный уақытында болып тұрады дейді. Мен келіншегімнен басқа жаққа ешқашан шыққан емеспін дейді. Басқа қыздарға барған емеспін мен дейді. Кеше жатқызып қойып күнден астым алсаң бәрі ауыртады. Но осы проблемалар кеткен кезде сен аузыңда проблема кетеді, тіліңде проблема кетеді, тіліңде проблема кетеді, танзилиттен келеді. Сөйтіп жаңа бала сеніп емге келе бастады. Емге келе бастады. 1-3 күн емдеген кезде ертесі күн келіп айтты, аға деймін, 3 жыл бойы нан жемей қойдым, нан жей бастадым кешеден бастап дейді. Біздің ем 11 күн болды, 11 күн келген кезде тілі тап-таза болды. Кішкене бір қалып кетті, мен және келемін де келген жоқ. Бірақ мен оның тіліне қараған жоқпын. Мен органдарды жұмысқа түсірдім. Органдарды жұмысқа түскенде половой орган еркек жаққа да жақсы әсер. Ол половой орган еркек жаққа обязательно бауырмен де связаны болады. Ол бүйрекпен связаны болады. Солар жұмысқа түскен кезде еркек жақтың проблема шешілді. И сонымен тілінде проблема шешілді. Любой аурудың себебі бар. Мен тізе туралы видео шығарған кезде весь Қазақстан тізе ауыритындар звондай бастады. 2 күнде 500 000 просмотр болды. Тізе не үшін ауыртады десең, бәрі дұрыс, иә сіз айтқаныңыз, бірақ маған емге келген кезде қайтадан түсіме тұрып алады. Біз органдарын жұмысқа түсіреміз. Адамдың тізесі ауырып жатқан себебі ол жерде житкіш жоқтықтан болады. Даже көпшілікте травма болған кезде житкіш жоқтықтан сүйек бір-біріне қырылып жүрген кезде қаттырақ қырылып кетті, ең сүйегі тізең ауырта бастайды. Екі тізең ауырта бастайды. Или оң тізең, или сол тізең ауырта бастайды. Оның болып жатқан себебі ерде житкіш жоқтықтан. А егер житкіш жетіспеді, өтпен бауыр болады. Ерде плазма болады, именно плазма жетіспеден бауыр болады. Бауырмен өт болады. Ол сырттан бізге плазма құйып береді. Ол 2 күнге жетер ме, 2 айға жетер ме? Қайттан тіземіз ауырай бастайды. А ішінен қайттан плазма жеткізбесек, ол проблема шешіледі. Нормальный адамды күнде өтіп 1,5 литр тамып тұру керек екен. Взрослый адам мен сияқтылар. Менде 1,5 литр күнде өтіп тамып тұрмады, менде проблема басылады. Суставта бірінші очередь. Екінші очередь кожада проблема басылады.
Сіздің жидкостьтарыңызда любой составта болып жатқан проблемаңыз сіздің өтіңізбен связаны болады. Сіздің өтіңіз жақсылап жұмысқа түседі, ол проблема шешіледі иншалла. И қайтып келмейді ол проблема екінші рет. Ол ауру қайттан келмейді. Не үшін? Егер жидкость уақытында келіп тұрса болды. Соның бәрін бізге келген кезде біз 11 күндік еміміз бар. 11 күн емде сол проблеманы шешеміз. 10 күн емес те даже 11 күн емде. 11 күн емде біз бірінші күн атлантыңызды торлаймыз. Атлант первый шейный позвоночник, ол обязательно керек зат. Бізде көп адам түсінбейді не екенін даже. Ой, причем здесь атлант дейді. Жоқ, бәрі проблема атланттан болады. Көп адам өзінің атлант орнынан қозғалып кеткенде, сіз миллиметр атлант орнынан қозғалып кетті ме, сізде проблема басталады. Позвоночникта проблема басталады, позвоночникта проблема басталады, органдарда проблема басталады. Атлант орнына түссе ме, бәрі орнына келіп бастайды. Біздің емде бірінші күн обязательно атлант торланады. Сол специалист біз айтқанымда біз атлант торлаймыз, бірінші күн келген атлант торлаймыз, 10 күн висцеральный массаж, 7 күн экзоаппаратта жатады. Соның ішінде сөйтіп емдей бастаймыз. Шөп дәрілер бере бастаймыз, өзіңіз қолдан жасап. Ем 11 күн болады, соны біліп алыңыздар. Бізге емге келетін болсаңыздар, бізге WhatsApp-қа хабарласып, емге сізге баратырмын десеңіз, мен адресті бәрі сізге жазып беремін, стенасына жазып береміз. Қазір TikTok-тың политикасы жаман болып кетті. Цена айта алмаймыз. Цена айтатын болсақ бәлеге қалдық. И және не то бір сөз айтып қалсақ, болды, блокировка кетеді бәрі. Біраз болды видео шығарамай жүргеніме. Бір видео шықсам, уже бәрі банға кетейін деп тұр қазір мен қайттан. Өткенде бір 2 ай блокировкада тұрдық, әрең қайттан шығарып алдық нені. Алла шипа берсін, ем болсын бәріңіз, ауырмаңыздар, емге келіңіздер, біз бүкіл органға қараймыз. Біз диагноз қоймаймыз, сіз диагнозбен келсеңіз, даже диагнозға қарамаймыз. Потому что біз органдарын жұмысқа түсіреміз. Органдар жұмысқа түскенде ол проблема кетеді. Сіздің өтіңізде болып жатқан проблема, өттің протоктары жоқ тұр. Біз соны ашамыз, сол кезде проблема шешіледі. Көп адам прямой ақал, мен қай жерімде проблема бар, мен қай жерімде проблема бар. Мен ол проблема айтып беремін, бірақ ол проблема, мен айтқан ол проблема шешілмейді. Потому что ол проблема болып жатқан себептер бар. Дәрімен шешілмейді ол проблемалар, уколмен шешілмейді олар. Любой доктор шеше алмайды ол проблеманы. Пока қолмен жұмысқа түспейінше. Сіздің көйлегіңіздің бір баллон бір ходовой бұзылып тұрған болса, ана специалист шақырасыз, мына специалист шақырасыз, әрқайсысына мұны өйту керек, бүйту керек деп май құя берсе, ол проблема шешілмейді ғой. Пока оны ашып турламағанша. Или болмаса қолмен турламағанша соның бәрі. Сол сияқты. Қазір біз былай, көйлегіңіз болса, қызыл датчик жанып қалса, ұстаға апарсаң айтады, ол майыңыз бітіп қапты ғой, тормоздың майы, или болмаса мотордың майы бітіп қапты ғой. Деп моторды майын құйып береді, устранить береді, не үшін май бітіп қалғанына. Сол кезде қызыл өшеді. Или сары жанып қалса, о, замекание бар екен ғой дейді да, замекание устранить қылады, или болмаса бір датчик алмаса, сол кезде сары өшеді. Дұрыс па? Ол дұрыс. Сондай болу керек. Қазір біз барсақ, басым ауырды деп барсақ, или құлағым ауырды деп барсақ, бүйтеді екен, алады екен де, лампочканы бұрап өшіреді екен де, айдап кете бер дейді екен. Сол сияқты болады екен. Бірақ мен құлағым не үшін ауырды? Десең, суық тиген дейді. Суық тиген ол, суық тиген, туз, нерв деген сөздер, бұл медицинский отмазка. Сізде не болып жатқанын білмегендік ол. Не үшін сізде суық тию керек? Азанда кешке суықта жүреді адамдар, құлағына суық тимейді, сізге тиіп жатыр. Не үшін тиіп жатыр? Сіздікі соған дайын болып тұр. Не үшін дайын болып тұр? Сізде бір органда проблема бар. Біздің құлақта болып жатқан проблема, біздің прямой қуықпен связаны. Менде бір кісі болды, 50-53 жасарда, 17 жасарым құлағы қатын еді. Мен құлағы қатын ешкім тоқтатамайды. Маған емге келген кезде, ол құлағы ақылмен келген жоқ, ол давлениемен келді. Мен давлениесін емдеп жатқан кезде құлағы аққан тоқтап қалды. О дейді, мен 17 жасармен құлағым аққан дейді. Құлағым аққан кезде мен ештеңе жасамайды. Аяққа бардым, мына бардым. Ешкім проблема шеше алмады дейді. Мен ішімді массаж жасап жүріп, құлағым аққан тоқтатып қойдым дейді. Құлақта болып жатқан проблема қуықпен связаны. Любой міне балаңыз бар ғой, 5 жасар, 6 жасар балаңыз. Құлағы ағып жатыр ма?
Сонда қолың оң жағын басыңыз, мочевой пузырьдан. Ойбай деп жылайды. Сол жақты бассаңыз үндемейді. Сол ауырған жерді басып тұра берсеңіз, ауырған кетеді. Құлақ қандай кетіп қалады, сенесіз бе? Не үшін құлақ пен қуықтың связі бар? Қуықта проблема болған кезде құлақта қан айналу нашарласа деген. А мынау басып тұрған кезде қуықта проблема шешілді ме, құлағында қан айналу орнына келеді, суық қақпайтын болады екен. И проблема шешіле бастайды екен. Көпшілік ойлайды, мен ауруымды ешкім емдемейді деп. Емдеуге болады. Любой ауру емделеді. Алла тағала диет берді ме, шипасы бар. Бір кісі келіп тұр, баласы келіп тұр, мен баласын танимын. Ана кісі ешкімді жақындағысы келмейді. Белі ауыртады, анауға барады, анауға барып, өзі онкология болған, еще операция қылып, мынандай шланг шығарып қойған. Ешкім тиісе алмайды. Ана көкең бірден десек, біреуін 30 тастаймын деп тұрды уже. Бәлесін жағып. Анауға барады, мынауға барады. Әрге барған кезде өзінің несін айтады да, бәрін қорқыта бастайды. Ертең сен емдемей қалсаң, мен бүйтіп қоямын деп. Мен ешкім емдемаған, профессорды емдемаған, Түркістанда қалай емдейді бол деп кепті маған. Баласын танимын, намазхан бала, өзім танитын бала. Келші, әкең бе, әкем деп. Кіріңіз деп, қай қап не жат. Сен білесің бе, мен ауырымнан, мен ауырымнан, тоқтаңыз аға, жатыңызшы, жатқыз қой. Сен мен операция болады деп үлгерген жоқ. 2 рет омыртқасын ұрдым, орнына кіріп қалды, орнына түсіп қалды. Тырс, аккуратно ұрдым, омыртқасы орнына тұр. Ойбай, ауырған кетіп қалды ғой дейді. Конечно, кетеді ауырғаны. Алла диет берді ме, шипасы бар. Сіз просто ешкімге қаратпай жатсыз өзіңізді. Бәрін қорқытып жатсыз. Маған тиіссең, үйт тастайын, бүйт тастайын деп. Конечно, сіз ешкім доктор қарамайды. Аносына жібереді, мыносына жібереді. Мен проблеманы істеп, мынау нерв хирургқа жібереді, ол нерв неге жібереді. Короче, бір-біріне жүгірте береді. Не үшін қорқады сізге тиісуге? Сіз бәлемді жұғам деп тұрсыз. Кім біреу сәл бүйтсе, мен бәлемді біреуін отқызбайын деп отырсыз. Не үшін қорқады олар? Оларда бала шағасы бар. Сізге тиісуге қорқады. Бәлеңіз шашып тұрсыз бәріне. Кешір балам, кешір, рахмет, сен маған жақсы түсіндірді деп, рахметін айтып, довольный болып шығып кетті. Ол 2 жыл болды, белім ауырып жүргенге дейді. Конечно, 2 жыл болды. Ешкімге тиістірмейді. Дәрімен шешілетін проблема емес қой бұл. Қолмен шешілетін проблема. Әже қолмен ешкімге жақындатпай тұрсыз. Алла шипаларыңызды берсін, иншалла. Алла диет берді, обязательно шипасы бар. Емге келіңіздер, иншалла. Аллахтың жәрдемімен көмек береміз. Любой аурудың емі бар. Просто сіздер сеніп, бісміллә деп, ықыласпен емге келіңіздер. Біреу хабарласып тұр. Ершат аға, мен сізге бола баратырмын дейді. Маған бола келмеңіздер. Сіздің өзіңіздің еміңізге бола келіңіздер. Ниетіңіз туырлаңыздар. Алла тағала бізді себепші қылдырса, ем болады. Себепші қылдырмаса, ем болмайды ешқашан. Сіз біз сияқты 100-не барсаңыз, ем болмайды. Шипа Аллахтан. Бір адамдарға 11 күн жетпей қалады. Ол кезде қайта келу керек. Менде болған, бауыр соғып қалған жігіт болған. Бауыр соғып қалған ешкім емдемейді, уже трансплантация бауырын алмасу керек деген. Сол бала маған 6 рет келді. 10 күнден. Сол кезде бауыр полный орнына келді. Сол сияқты диализдегілер хабарласады, сіз диализді шығарып бере аласыз ба диализден дейді. Иншаллах, Алла тағала себепші қылдырса шығарып бере аламын. Бірақ сіз оған көп келуіңіз керек. 10 күнде бәлки 6 рет келесіз, бәлки 10 рет. Келе беріңіз 10 рет болса 10 рет. Біздің ем қымбат тұрмайды. Сіздер үшін. Потому что сіз 40 миллион, 50 миллион теңгеге ақша жинап жатасыздар. Сбор. Билетті алмастыру үшін. Ол сборларыңыз қаншаға жетеді? Өздеріңіз прекрасно білесіздер. Билет алмасқан кейін постоянно болмайды билет. 7 жылға, 8 жылға жетеді ол билет. 8 жылдан кейін қайттан билет үзуің керек. 40 миллион, 50 миллион теңге қайттан үзуің керек. И то тура сізге уже 10 жылдан кейін 3 жыл. Маған келді 3 билетпен бір жігіт келді. 3 билеті бар, еще да жарамайды. 3 билетті адам бола ма дейді. Болады. Диализге болып, сосын үшін дополнительный билет қойған адам 3 билетті адам болады уже. Менде диализде болған бір жігіт болды. Ол жігіт менен ем алып болған кейін қалайсың десем, аға дейді, мен бұрын дейді әлсіреп постоянно жүретінмін дейді. Әлсіреп енді бодрый болдым дегенде диализге түсемін дейді. Диализден шыққан қайттан әлсіреп шығамын дейді. Через ден қайттан енді өзіме келдім десем, қайттан барып диализге түсемін дейді. Сөйтіп постоянно әлсіреп жүрдім. Сіздің емден кейін мен дейді
Диализға барып бодрый кіремін дейді. Диализден бодрый шығамын дейді. Мен постоянно бодрый жүремін дейді. Ол балада қайта келсе, ол проблема бәлки шешілетін еді шығар. Но бірақ ол бір рет келді, бірақ соңғы өзі рахметін айтып кетті. Сіздерге құлақтарыңызға құйып қойған, бұдан ешкім шыққан емес деп. И постоянно дәрі іше бересіздер, дәрі ішпесең болмайды дейді. Ну, диализде жүрген адамнан постоянно үсті қышып жүреді, ол бауырдың проблемасын көрсетеді. Көзі сап-сары болып кетеді. Біз только бүйрекке қарап жүреміз, бері бауырда да проблема болады. Соның бәрін бізге келгенде біз бүкіл органға осы қараймыз. Алла шипаларыңыз берсін, ауырмаңыздар. Ешкім баласы ауырмасын, ешкім ауырмасын, өзі ауырмасын. Ем болсын бәріңізге. Емге келіңіздер, біз Түркістан қаласында тұрамыз. Біздің Түркістан әдемі қазір. Емге келген кезде жатып алмаңыздар. Емге только маған келіп, мен де күнде 1 сағат боласыздар, менен шыққан кейін қаланы айланыңыздар, қаланы көріңіздер, өмірді көріңіздер. Ақшам жоқ, емдеуге баруға қымбат, біздің ем қымбат емес. Сіздің бір тісіңізді шығару үшін пәленше ақшаңыз алады. Ертең маған келетін болсаң, сол тісіңізді шығарамайтын болады. Иншалла. Бір ауру, бір емдеу үшін онандай ақша айтады, бірақ ол ем болмайды. Бір уколын былай пәленше ақша тұрады. Укол, дәрі деген ем емес ол. Капельница деген ол ем емес. Просто бүгінгі затты ертең қалдырып береді. Если сол проблема шешетін болса, бұл отқан себеп, ол проблема екінші қайтадан келмейді, любой проблема. Алла шипаларыңызды берсін. Қай жаққа барсаңыздар емін берсін. Бірақ ойламаңыздар, мен операция қылды, мен проблема шешілді деп. Операцияның проблема шешілмейді. Кеше бір қарындас келіп кетті, 11 күн ем келіп кетті, маған өтін алдырған 3 жыл алды маған келген. Өтін алдырып тұрсақ, әлі приступ береді деп келіп, 1 ай болды деп. Сол 1 күн массаж жасағанда ауырған қайтарып берді. Приступ өттен болмайды, тастан болмайды өтте болған приступ. Никак өтте тастан, өт қойылғандан болады только. Өттің протоктар жоқ тұрғаннан болады. Соны ашып берсең, ертең приступ бермейтін болады. 3 жыл болды дейді, әлі қиналып жүрмін, постоянно приступ береді дейді. Қазір 10 күн массаж алып, довольный болып кетті. Ат жағында уже тамақ жемей құса бастадым, тамақ жесем құса беремін дейді. Өтпейін приступ бере береді дейді. Құсып тастамасам приступ бере береді дейді. Сол бәрі протокты ашып бердім, әлхамдулилля, мәз болып кетті. Бейшара. Алла шипаларыңызды берсін, ауырмаңыздар, ем болсын. Маған келуден алдын обязательно WhatsApp-қа хабарласып келіңіздер. Келуден алдын TikTok-тан Ершат мырза деп, біздің TikTok-та адамдардың отзывтарын көріп келіңіздер. Бізді көріп танып келгендеріңіз дұрыс. Мессиға көбісі келеді, Түркістанда ғой деп келе салады, өжет тұрса да кіреді, 1 сағат түсіндірем, арт жағында мен ойланып көрем деп шығып кетеді. Мен 1 сағатта 2 адам үйіне өтсем ғой. TikTok-ын көрсе десең көрмейді. TikTok-қа келген кезде бәрі тақып алып қалады. Ой, мен TikTok-ым жоқ деп қояды. Басқа жақта бәрі көріп жатыр. Кеп мен сен TikTok-тың жаман зат көру үшін айтып отырмын, біздің видеоны көріңіз. Сол үшін айтып отырмын, басқа жақта блокировка қойды. Біз YouTube-қа дұрыстап шығара алмаймыз. Телеграмын қара десең, адамдар пасте Қазақстанда телеграмын пасте қарамайды адамдар. Кемпір шалы телеграм деп білмейді. Кемпір шалы только TikTok-ты біледі. Мен ешкімге TikTok-ты реклама қылмаймын. Просто біздің видеоларын көріп шығыңыздар. Сол кезде сіздерде понятие өзгеріс басқаша болады. Иншалла. Алла шипаларыңызды берсін. Ем болсын бәріңізге, қай жерге барсаңыздар да. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуһу.